Атамды сағындым. Назарбаевтың шөбересі Лора Алиеваның видеосы талқыланып жатыр. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың шөбересі Лора Алиева TikTok әлеуметтік желісінде белсенді контент жариялай бастады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Лора Алиева Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен немересі, Нұралы Алиевтің қызы. Ал Нұралы Алиев Дариға Назарбаеваның ұлы, әрі марқұм Рахат Алиевтің баласы. TikTokта жариялаған видеоларының бірінде Лора марқұм атасы Рахат Алиевті сағынышпен еске алды. Ол жазбасында «Атамды сағындым, Венаға барып келейін» деп жазып, Австрия астанасында түсірілген кадрлармен бөліскен. Бейнежазбадан Венадағы зираттардың бірінде орналасқан Рахат Алиевтің қабірі де көрінеді. Жарияланым әлеуметтік желі қолданушылары арасында қызу талқыланып жатыр. Бірі мұны жеке естелік пен сағыныштың көрінісі деп бағаласа, енді бірі танымал әулет өкілінің әлеуметтік желідегі белсенділігіне назар аударды. Қадірлі көрермендер, Лора Алиеваның TikToktағы бұл видеосы отбасы естелігі мен сағынышын бөлісу деп қарауға болатын шығар. Көпшіліктің назарын аударғаны түсінікті. Өйткені танымал әулет өкілі әлеуметтік желіде жеке эмоциясын көрсетіп отыр. Бұндай посттар көбіне адамдарға марқұмды еске алу, құрмет көрсету немесе ішкі сезімдерін білдіру тәсілі болып табылады. Лора өзінің атасы Рахат Алиевке деген сағынышын көрсетіп, Венадағы зиратқа барып келгенін бөліссе де, бұл жеке контент екенін түсіну керек. Қолданушылар пікір қалдырғанымен, бұл әдетте жеке сезімге қатысты. Ешкімге зиян келтірмейтін әрекет. Сонымен қатар бұл жағдай әлеуметтік желідегі белсенділік пен қоғамдық қызығушылық арасындағы шекараны көрсетеді. Кейбіреулер үшін бұндай посттар жай ғана қызық немесе ақпараттық контент болып көрінуі мүмкін. Ал басқалар үшін бұл отбасылық естелік пен сағыныштың көрінісі. Осы орайда адамдар жеке өмір мен қоғамдық қызығушылықты бөліп қарауы қажет. Лораның әрекеті ешкімді нысанаға алмайды. Ол тек өз сезімін білдірген және бұл оқырманға түсінікті.